Девальвация болады деп дүрлігу орынсыз. Бүгін ұлттық банк өкілдері сайлаудан кейін теңге құнын жоғалтады деген қауесетке сенбеуге шақырды. Сондай-ақ Еуразия экономикалық одағына мүше елдерде ортақ валюта алтын айналымға енгізіледі деген алып қашпа әңгіме де шындыққа жанаспайды. Ұлттық банк төл теңгенің ахуалы ұдайы бақылауда екенін мәлімдеді. 9-го у нас планируются выборы, будет обвал, и поэтому, говорит, все мужики, у кого какие были сбережения, они стараются кто в золото, кто в евро, кто куда, короче, деньги перевести. Кешелі бері әлеуметтік желіде таралған алып қашпа әңгіменің сарыны осыған кеп саяды. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер ортақ валюта алтынға көшеттеп жүргендердің нақты дәлелі немесе қажылай тұжырымы да жоқ. Тек теңгенің аздап құнсыздану сыбысқа түрткі болған тәрізді. Ал ұлттық банктегілер жұртты қауесетке сенбеуге шақырады. У нас курс отвечает. Теңге бағамының әлсіреуіне бірнеше фактор әсер етті. ақш-та пайыздық мөлшерлеме көлемінің өсірілуі, мұнай бағасының арзандауы және тағы басқа себептер. Бұл жылда болатын құбылыс ақша айырбастау орындарына жүгірудің де қажеті шамалы. Жақын уақытта алтын айналымға енгізіледі деген мәселе тіпті күн тәртібінде де жоқ. Мұндай әңгіме мүлдем шындыққа жанаспайды. Қазіргі уақытта ақша айырбастау орталықтарында 1 доллар 385-386 теңгеден сатылып жатыр. Брент маркалы мұнай бағасының құны бүгін қымбаттап, бір баррелі 61 долларға өсті. Экономистер әлемдегі қаржы мұнай нарығындағы жағдай алдағы уақытта құбылмалы болады деген пікірде. Бірақ ұлттық валютаның күрт құнсызданып кетуіне әзірге ешқандай себеп жоқ. Некоторое ослабление казахстанского тенге. Қазақстанда теңге сәл құнын жоғалтуы мүмкін, бірақ девальвацияның ауылы алыс. Металл, мұнай, газ, яғни әлемдік тауар нарығында баға құбылады. Ол біздің елге тікелей әсер етуі мүмкін. Дегенмен бұл уақытша үрдіс. Жаз айы басталып, өзге валютаға сұраныс артқанын да назарға алған жөн. Көрші рубльдің тұрақты екенін де ескеру қажет. Расымен де қара алтынның құны төмендегеннен кейін рубльдің долларға шаққандағы бағамы шамалы құнсызданған. Сарапшылардың айтуынша ресми Кремль рубльді нығайту саясатына шындап кіріскен сыңайлы. Айта кетейік, осыған дейін мұнай бағасының құлдырауынан гөрі солтүстіктегі көршіміздегі қаржылық ахуал теңгенің құбылуына әсер етті деп түсіндірілген еді. Сымбат Ғалымбекұлы, Талап Балтабек, КТК, Алматы.